Мысалы, имам Шафии рахматулла алейх, анасы мешітке алып келіп сабаққа кіргізеді. Сол сабақтардың бірі имам Маликтің алдындағы сабағы еді. Жұрттар имам Малик сабақ айтып атқанда дәптермен, қаламмен кіретін. Ол кісі сабақ айтып отса, пайғамбардың хадистерін түртіп, жазып алып отыратын. Бірақ имам Шафиидің жалғыз басты анасы бар еді. Бұлардың дүниесі болған емес. Өте тас кедей адам болған. Тіпті жазуға қалам, қолына ұстарға дәптер таппайды. Еш нәрсем жоқ деп бұл кісі сабағынан шығып кеткен жоқ. Жұрттың қатарына отырып, сол кісінің сабағын тыңдайды екен. Жұрттар қолындағы дәптерге бұл кісінің хадистерін сия қаламмен жазып отырса, бұл кісі қолын аузындағы сілекеймен сулап алақанына жүргізеді екен. Сонда имам Малик байқап қояды, бір жігіт, бір жас бала аузын сулап, қолын қайта-қайта сызып отыр. Содан сабақ біткен соң шақырып алып айтады: сен бала менің сабағыма қатыспа дейді. Кет дейді. Неге десе, сен бекерші болып отырсың, мені тыңдап отқан жоқсың, саған керек емес бұл сабақ. Сонда айтады: неге? Мен сіздің сабағыңыздың барын тыңдап отырмын. Онда неге сен бұлай аузымна қолыңды сілекейлеп алақаныңа қарай сүрте бересің, тыныш отырмайсың ба дегенде, сіздің айтқан хадистеріңізді жазып отырмын. Рұқсат берсеңіз, сіздің бүкіл сабағыңызды, осы 3 апта бойы айтқан сабағыңызды мен басынан айтып берейін дейді. Айт десе, сол жерде тұрып 400 хадис жатқа айтып берген екен дейді. Сөз бе сөз 400 хадис сол кісінің риуаятымен сіз былай дедіңіз, сіз былай дедіңіз деп 400 хадисті жатқа айтып берген екен дейді. Міне осылар жігіттер еді. Бүкіл әлемге аты қалған ислам халқы бұл кісілердің әрбірінің атын айтқанда мақтаныш етіп айтатындай нағыз жігіттің сұлтандары осылар еді.